Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Харекет қайырымдылық қорыда тағы да кезекті үлкен қуаныш. Бірі білсе, бірі білмес, осы Харекет қайырымдылық қорының негізін қалаушы, қазіргі таңда Харекет қайырымдылық қорының директоры Гүлмира Мұханқызы, яғни менің қасымда отқан өзіміздің қазіргі заман батыры, өзіміздің батыр анамыз Гүлмира Мұханқызы. Осы кісімен сіздерді бүгін өздеріңізбен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Мінекей бүгін Алланың қалауыменен, сіздердің үлкен демеулеріңізбенен Харекет қайырымдылық қорының 285-ші баспанасын табыстауға келіп отырмыз. Ең бірінші баспанамызды 2017 жылы декабрьдің 15 күні Қарағанды облысы Сатпаев қаласында бас имам Қондыбай Серікбайұлының ұйымдастыруменен, өнер храмдарының қатысуменен үлкен мәуліт кешінде бірінші баспанамыздың кілтін табыстаған болатынбыз. Ол кезде біз айына бір баспана беру біз үшін арман болатын тұғын. Мінекей бүгінде сіздердің үлкен қолдауларыңызбенен, қазақ еліміздің дархандылығыменен, әрі Алланың мейір шапағатыменен мінекей бүгінде 3 жылға жуық уақыт мерзімінде 285 баспананы табыстайын деп отырмыз. Барша ай сайын, апта сайын, күн сайын атсалысып жүрген бауырларымызға мың алғыс айтамыз. Барлықтарыңызға Алланың нұр жаусын. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, жақындар, ағайын. Бүгін айтулы күн. Мен өзім қобалжып тұрмын. Себебі бүгін 3 қарындасымызға үй бергелі жатырмыз. Олар білмейді, тосын сый, сондықтан да мен де қобалжуым. Ең бастысы қаракөз қазақтың қыздары, қарындастарым жыламасын, еліміз аман, жұртымыз көп болсын, үйлі жандар көп болсын. Барлығымыз осындай жақсылыққа жанашыр болып жүре берейік. Қыз бала деген ол болашақ аналар, сондықтан да аялай білейік. Алла жар болсын. Ерса күтіңіздер қазір. 3 жетім қыз ата-анасынан айырылып, бүкіл халықтан үміт күтті. Күнде жылады, күнде Алладан сұрады, бірақ Алла тағала енді осындай бір сәт нәсіп етті де қыздарымызға. Бірақ бір нәрсе мен өзім жүрегімді қатты қозғалтатын нәрсе, жүрегім тебіреніп жіберетін нәрсе. Бір тамшы жасы, осындай жетімнің бір тамшы жасы біріге алмай жүрген бүткіл қазақтың басын біріктіріп жібереді. Бірақ тамшы жас. Алла деген ауыз сөзі, бір ауыз сөзі Алла тағала сүйікті пенделеріне осыны нәсіп етеді, барлығын басын қосып жібереді. Бір сондай сәт болады да, осы Харекеттен үй беретін кезде. Дәл қазір сондай сәтте тұрмыз да, қыздарымыз күн-түн жылап, енді сіздің өзіңіздің сезіміңізде деймін да. Мен енді осы өзіңіз жібердіңіз ғой, осында рекламасын, жаңағы видео, бейне жазбасын. Соны инстаға салған кезде осы қыздарымыз үйлі болса екен деген. Үйлі болып жатқан көрсек, мен де солармен бірге қуанайыншы деген. Енді біреу ойлайды ғой қазір. Мысалы инстаға салсаң, неге өздері үй алып бермейді деген мысалы комментарий кетіп жатады, бірақ шынын айтқан кезде ондай жағдайым жоқ қой, бір әдемі киінгенмен, бірақ осы халық болып, ел болып, жаңылып, сол 1000 теңгесін салып үй алып беріп жатсақ, өйткені менде бір андай сезім болайын тұр да. Ең бірінші өзім болса үй алған кезде бір ерекше бір сезім болды да, жылап қоя жаздадық үйге кірген кезде. Ол енді менің ерекше ішіндегі сезім ғой, бұл қыздардың сондай бір тағдырдың тәлкегі, сынақпен үлкен сынаққа түскені, ата-анасынан айырылып, бірақ жан-жағына осындай, бірақ сондай қиын сәтте осындай халық болып қарайласып, жәрдемдесіп жатқан кезде, және оның ішінде шаңырақты үйлі болып жатқан кезде, бұлардың сезімі мүлдем бөлек шығар қазір. Өзімізде жылап қоятын шығармыз. Шынымен де тілегіміз бір, жүрегіміз бір, осы қыздарымыз жыламасын, қарындастарымыз, жетімдер жыламасын. Қазір енді кілт беретін сәтінде көреміз енді қандай болатынын.
Бүгін мінекей Алланың қалауымен осы кішкентай балаларымызды бүгін қуансақ па деген жандарым, сол жыламаңыздар. Бүгін Харекет қайырымдылық қорының 285-ші баспанасының кілтін иншаллах Алланың қалауымен құрметті қазақ елі, сіздердің мейірімді кең жүректеріңізбен бүгін мінекей осы кішкентай балаларымызды қуантсақ деп отырмыз. Келе ғой балам. Адасы мекен анасы, аң еке шаңда қараусыз. Алланың қалауымен Харекет қайырымдылық қорының 285-ші баспанасының кілті бүгін осы 3 балапанға бұйырды. 3 бөлмелі пәтер. Қаскелең қаласынан 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыстап жатырмыз. Барша қазақ елі сіздерге Алла разы болсын. Ананың бауыры таспеген, аңсатқан жанды ағарма, жас болып аққан жанарда, сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Жалғанда анадан жақын жан бар ма? Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Осы жасаған жақсылықтарыңыз Алладан шексіз қайтсын. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Өте қуаныштымыз. Сіздерден өтініп тұрып сұранамыз. Өтініш ай сайын 1000 теңгелеріңіз аямаңыздаршы. Өтініп тұрып сұранамыз. Осындай кішкентай ғана қарагөз қарындастарымыз, сіңілеріміз, інілеріміз ащы шындықпен осы жетімдікті көріп жүр. Сіздерден өтініп сұранамыз. Осы балапандарды баспаналы ете берсек деген арманымыз өте көп. Құрметті қазақ елі, бауырларым, ай сайын 1000 теңгелеріңізді аямаңыздар. Бізде бүгінде қазір 2000-ға жуық жетім жесір тіркелді. Бүгінде мінекей осы қызымыз бізге хабарласып шыққан күннен бастап жүрегімізден жүрек қалмады, шыны керек. Сіздердің осы қолдауларыңызбен дархан халқымыздың мейірімді жүректерімен мінекей бір кішкентай ғана 3 балапанды қуанышқа бөледіңіздер. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Аллаху акбар. Құрметті қазақ елі, Алла разы болсын. Бүгін қандай керемет, ерекше, сондай бір бақытты, берекелі күн. Қандай қуанышты сәт, шынымен қуанышты сәт. Жүрегімізге кішкене мұң ұялаған болса, бүгін міне қатты қуанып отырмыз. Мен қатты қуанатыным, шынымен қатты қуанатыным, кішкентай қарындасымыздың бір тамшы жасы бүткіл қазақтың басын біріктіріп, қазақ елінің басын біріктіріп, осындай үлкен қуанышқа жеттік. Кімде-кім Алла деп алақан жайып сұрайтын болса, Алла тағала барлығының басын осындай жақсылықта қосады. Біздің жүрегіміз, қазақ елінің жүрегі әрқашанда мейірімді. Осы бір керемет қасиетімізді жоғалтпайық. Керемет қасиетімізді жоғалтпайық, қыздарымызды, қарындастарымызды алақанымызға салып аялайық. Кішкентай қыздарымыз, қарындастарымыз болашақ ана, ал жұмақтың, жәннаттың кілті аналардың табағының астында. Жыласақ тек қана осындай қуаныштан жылайық. Барша қазақ еліне алғысымыз шексіз. Жүрегіміздегі мейірімділігімізді Алла алмасын. Амандықта болайық. Қуаныштарыңыз құтты болсын.
қыз бала қашанда бұл гүл, қыз бала гүл деп бүгін міне барлығымыз гүл шоқтарымызды алып келіп жатырмыз. Баспаналарыңыз құтты болсын деп бүгін ақ дастархан жайған осы халва мейрамханасына рахмет. Бәке, Алла разы болсын. Құралақан келмейік деп Айқылар интернет магазинінде бүгін қуанышты естіп, үйлеріңізге осы бір кішкентай қарындасымызға мынандай бір гироскутермен үйлеріңізге бір осындай әрқашанда ыстық пеш болсын деп тағы да бір керек дүниелерді алып келіп отыр. Иә, алғашқы бір біздің қоныс тойға сыйлаған шашуымыз болсын деп барша қазақ елінің шашуы, баспанасы құтты болсын. Қыз бала гүл деп енді Серік Ибрагимов те Құралақан емес, бір ән шашуыңдарынан бүгін қуаныш қой. Жақсылықта жарысайық, қазақ еліне баршасын осы жақсылыққа атсалыса берулеріңізге шақырамын. Жылап тұр ғой. Мүддегелеріңізді аямаңыздар. Біздің елімізде қаншама отбасы бар, оның барлығы толыққанды еммен қамтамасыз етілмеген, сондықтан да қолымызда барымен бөлісе білейік. Здравствуйте.